Сәлем, құрметті көрермен. Бізде есептің берілгені бойынша 6 бұрыштың боялған бөлігінің боялмаған бөлігіне қатынасын табуымыз керек. Есептің шарты бойынша мына жерден диагонал жүргізіп алайын. А-ды. Сонда бізде 6 бұрышты тең 2-ге бөледі. Ал енді мына жерде қарайтын болсақ, мына жерде бір G деген нүкте болсын, ол бізде АБ қабырғасын тең 2-ге бөліп тұр. Олай болса, бұл аудандарында тең 2-ге бөледі деген сөз. Сонда мына жерде S1, мына жерден S2 деп алатын болсам, S1 мен S2-ның қосындысы S боялған бөлігіне тең болады. Олай болса, біз екеуінің қосындысы S боялған бөлігін беретін болса, S боялғанмен қосқанда мына жерде 2S боялған бөлігін шығарады. Сонда орындарына қойып шығатын болсақ, S1 қосу S2 қосу 2S боялған, ол бізде мынаны береді. S боялған бөлімінде 3S боялған, қысқартып жіберетін болсақ, бір бөлімде 3 болады. Келесі есеп. Дөңгелектің ұзындығынан осындай нүктелер алынған. Дөңгелектің АБ мен СД доғаларының, АБ, СД доғаларының дейді, сәйкесінше 30 градус және 80 градусқа тең. 30 градус бірінші айтылып жатыр, сондықтан АБ-ны 30 дейміз. Екінші СД-ны айтып жатыр, сондықтан 80 градусқа тең дейміз. Енді бізде дөңгелектің қасиеті бойынша, егер дөңгелектің ұзындығының қабырғасынан бір нүкте алатын болсақ, ол доғаға қарсы жатқан бұрыш доғаның жартысы болады. Сонда бізде 80-ның жартысы 40 градусқа тең болады. Тура солай бізде 30 градусқа қарсы жатқан мына жердегі мына бір бұрыш, ол бізде 30-ның жартысы, яғни 15 градусты береді. Немесе былайынан алсақ та болады. Ол да бізде 30 градустың жартысы 15 градусты береді. Енді бізге айтып жатқан 40 градус пен 15 градусты қосатын болсақ, іргелес сыртқы бұрышының жауабына тең болады. Яғни бетта бұрышы 40 градус пен 15 градустың қосындысына тең. Ол бізде 55 градусты береді. Енді альфа бұрышын табу үшін бізде 40 градус сыртқы бұрыш болғандықтан 15 градус пен альфаның қосындысы 40 градусқа тең болу керек. Сонда біз жазамыз альфа қосу 15, ол бізде 40 градусты беру керек. Сонда альфамыз 15-ті азайтуға өткізсек, 25 градусқа тең болады. Енді біз берілгені бойынша 3 альфа, яғни 3 көбейту 25 градус, қосу беттаның орнына 55 градусты қоямын. Сонда бізде 3 жердегі 25 75 градусты береді. 55 градусты қосатын болсақ, 130 градусты береді екен. Ол бізде В варианты. Келесі есеп. АБС үшбұрышының қабырғалары арасында 3БД 2СД-ға тең дейді. Егер 3-ті 2-ге көбейтетін болсам, 2-ні 3-ге көбейткенге тең ғой. Сондықтан мен БД-ны 2х, СД-ны 3х деп аламын. Мына жер 2х, мына жер 3х. Сәйкесінше ол қабырғаларға жатқан мына жердегі Б, Е, С деген үшбұрышты қарайтын болсам, ол да 2-ге бөлініп тұр. Оның да аудандары сонда бірдей қатынаста болады. 2S, ол 3S-қа қатынасы. Егер берілгенін тағы нақтылайық. Бізде есептің шарты бойынша не дейді? 2S, 3S. 2X, 3X. Мына жерде қарайтын болсақ, АЕБ үшбұрышы, яғни мына үшбұрышта бізде 12-ге тең дейді ауданы. Ал АЕФ, яғни мына үшбұрыштың ауданы, ол бізге 5-ге беріп жатыр. Так, енді не істейміз? Бізде мына БАС үшбұрышына қарайтын болсақ, ол да тоже 2 бөлікке бөлінген. Сонда бізде 12 мен 2S-тің қосындысы аудандарын қатынасы да соған тең болады. Мына жерде S1 деп алайын. Сонда 5 қосу S1 қосу 3S-тің қатынасы 2/3 қатынасындай. Ал енді не істейміз? Пропорция орнатамыз. Көбелек әдісі бойынша 12 плюс 2S-ті 3-ге көбейтемін. 36 қосу 6S
тең болады. Келесі ана жерде 5 қосу. Так, 5-ті 2-ге көбейтсек 10 қосу 2s1 қосу 6s. 6s-тарды жинасақ жойылып кетеді. 36-тан 10-ды азайтсақ 26 тең 2s1. Екі жағында 2-ге қысқартсақ 13 s1-ге тең болады. Сонда s1 бізде боялған бөлігінің ауданы, ол сұрап жатқан аудан болғандықтан жауабы 13-ге тең болады.